Жеті басты күштілері 99 жыландай қатты шағады, әлсізі шаяңдай шағады. Олардың арасындағылар біз білген жыландардай шағады. Көреген, ақылды кісілер сондай жаман сипаттарды көре біледі, бірақ бұларды пайғамбарлардың нұрымен ғана көре алады. Болатыны анық қиямет күні. Алла тағала Құранда жоқ, егер мұны ілімге сүйенетін нақтылықпен білгендеріңде мұндай жат қылыққа бармас едіңдер дейді. Бұл аятқа кейбіреулер қияметтің қандай екенін анық білгендеріңде көпке сұқтанып, мақтанып жүре бермей, пайдалы істерді жасаушы едіңдер, зиянды істерден аулақ болушы едіңдер, және қиямет күні мал-мүліктеріңнің көптігімен мақтанудың ешбір пайдасы болмайтынын пайғамбарлар сияқты анық білгендеріңде мақтанбаушы едіңдер деп түсіндірме берген. Алайда мұндай жат қылықтарыңды қоймасаңдар, шүбәсіз жалын атқан жаһаннамды көресіңдер. Алла тағала ант ішумен ақырында оны өз көздеріңмен көресіңдер деп айтады. Яғни тозақты өз көздеріңмен анық көресіңдер. Әзірет Әли дүние нығметі бұл денсаулық, бидай нан жеген, Евраттың салқын суынан ішкен және бас сұғар үйі болған кісінің бұл байлықтары есебі сұралатын нығметтер деген. Әбу Килабаның риуаяты еткені бойынша, шүбәсіз сол күні өздеріңе берілген бар нығметтің есебін бересіңдер деген мағынадағы аят түскенде, пайғамбарымыз бұл аятты үмбетімнің арасынан май мен балды араластырып жегендер туралы айтылып жатыр деген. Икриманың риуаят еткеніне қарағанда, жоғарыдағы аят түсірілгенде сахабалар: «Уа Расулалла, біздің қолымызда қайсы нығмет бар? Біз арпа нанды да тойып жеген емеспіз» деді. Сонда Алла тағала пайғамбарына: «Оларға айт, аяқтарыңа аяқ киім кимедіңдер ме? Салқын су ішпедіңдер ме? Міне солар да нығмет болып есептеледі» деді. Тирмизи және басқа хадис қайнар көздерінде Тәкәсур сүресі түсіп, пайғамбарымыз шүбәсіз сол күні бар нығметтің есебін бересіңдер деген мағынадағы ақырғы аятқа шейін оқығанда, сахабалар: «Уа Расулалла, біз қайсы нығметтен сұраламыз? Қолымызда екі қара нәрсе, су мен құрма бар. Қылыштарымыз мойнымызда және дұшпан жанымызда. Солай бола тұра, қайсы нығметтен сұраламыз?» дейді. Пайғамбарымыз оларға: «Міне, содан да сұрақ болады» деп жауап берді. Әбу Хурайраның риуаят еткені бойынша, пайғамбарымыз қиямет күні пендеден алғашқы болып: «Біз саған денсаулық бермедік пе? Сені салқын суға қандырмадық па?» деген сұрақ сұралады деген. Мүслимнің және басқаларының риуаяты бойынша Әбу Хурайра айтады: пайғамбарымыз бір күні жолда бара жатып, Әбу Бәкір мен Омарды жолықтырып, олардан: «Бұл уақытта үйлеріңнен неге шықтыңдар?» деп сұрайды. Олар: «Уа Расулалла, аш болғанымыздан шықтық» деп жауап береді. Пайғамбарымыз оларға: «Нәпсім құдіретті қолында ұстаған Аллаға ант етейін, мен де сол себептен шықтым. Қане жүріңдер» дейді. Сөйтіп үшеуі ансарлардан бір сахабаның үйіне барса, ол үйінде емес екен. Оның жұбайы пайғамбарымызды көріп: «Қош келіпсіз, кіріңіз» дейді. Алла елшісі: «Пәленше қайда?» деп үй иесін сұрайды. Әйел: «Ішерге су іздеп кетіп еді» деп жауап береді. Дәл сол сәтте әлгі сахабада келеді. Пайғамбарымыз бен жолдастарын көріп: «Құдайға шүкір, бүгін аса қадірлі қонақтар келіпті» деп қуанады. Дереу жүгіріп барып бір себет құрма көтеріп келеді. Өзі: «Бұдан жей тұрыңдар» деп қолына пышағын алады. Алла елшісі оған: «Сен қойыңды соя көрме» десе де, сахаба оларға қой сояды. Олар қойдың еті мен құрма жеді. Қарындары тойып, салқын суға шөлі қанғаннан кейін пайғамбарымыз Әбу Бәкір мен Омарға: «Нәпсім құдіретті қолында ұстаған Аллаға ант етейін, қиямет күні бұл нығметтен де сұраққа тартыласыңдар» дейді. Алланы еске алып зікір қылу. Алла тағала Құранда: «Сендер мені әрдайым жат етіңдер», яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар.
дейді. Сәбит Бунани айтады: мен жаратқан иемнің мені қашан еске алатынын білемін. Тыңдағандар бұл сөзді естігенде қорқып кетіп, оны қалай білесің деп сұрады. Сәбит Бунани: мен оны қашан еске алсам, ол да мені сонда еске алады деп жауап береді. Алла тағаланың бұл туралы аяттары төмендегілер: уа иман келтіргендер, Алланы көп еске алыңдар. Қажылықта Раббыларыңнан ризық несібе тілегендерің үшін күнә арқаламайсыңдар. Арафатта тұрғаннан кейін бейне бір сел секілді Муздалифқа қарай ағылғандарыңда, Мәшхарул харамда Алланы еске алыңдар. Ол сендерді қалай тура жолға салған болса, оны дәл солай жақсылық еске алыңдар. Қажылық парызының рәсімдерін толық орындап болған соң, исламнан бұрын Минада тұрып, ата-бабаларыңды мақтап-мадақтап еске алғандарыңдай, тіпті одан да асыра Алланы еске алып ұлықтаңдар. Адамдар арасында тек дүние тіршілігін ғана ойлап, уа Раббымыз, беретін нығметіңді бізге осы дүниеде бергейсің дейтіндер бар. Олардың ақыретте алар ешбір несібесі жоқ. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп жантайып жатып та, үнемі Алланы еске алады. Һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп, уа Раббымыз, сен мұны бекерге, мақсатсыз жаратпадың. Сен мақсатсыз мәнсіз іс істеуден аулақсың. Бізді тозақ отынан сақтай көр. Намазды өтегеннен кейін түрегеп тұрып, отырып немесе бір бүйірлеп жамбастап жатып, тіпті соғыс жағдайында болса да Алланы еске алыңдар. Ибн Аббас жоғарыдағы аятқа төмендегідей түсіндірме береді. Яғни түні күні теңізде, құрғақта, үйде, жолда, баршылықта, таршылықта, дені сау кезде, ауырғанда, жасырын, жария, әрдайым әр жерде Алланы еске алыңдар. Құранда мұнафықтар Алланы өте аз еске алғандар деп сипатталады. Алланы еске алу туралы тағы басқа көп деген аяттар бар. Ертелі кеш іштей жалбарынып һәм имене отырып, бәсең дауыспен Раббыңды ауызға ал. Ақиқаттан бейхабар ғапылдардың қатарына қосылма. Ол Алланы үнемі жүрекпен, тілмен һәм іс жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Ибн Аббас жоғарыдағы аят туралы былай деп айтады: бұл аятты екі түрлі түсінуге болады. Алланың сендерді еске алуы, сендердің оны еске алғандарыңнан да мағыналы. Алла тағаланы еске алу басқа барлық ибадаттардан жоғары тұрады. Бұған қатысты тағы бірнеше аят бар. Пайғамбарымыз бұл туралы төмендегілерді айтқан: ғапыл кісілердің арасында Алланы еске алып жүрген кісі қураған шөптердің арасындағы көк шөп сияқты. Ғапыл кісілердің арасында Алланы еске алып жүрген кісі жауға қарсы соғысудан қашқандардың арасындағы соғысушыға ұқсас. Алла тағала мені еске алып жүргенде, аузы мені зікір қылып, қыбырлап тұрғанда құлыммен біргемін деген. Пейіш бақшаларында серуендеуді қалаған кісі Алланы жиі-жиі еске алсын. Пайғамбарымыздан ең жақсы іс қайсы деп сұрағанда, ол Алланы зікір қылған тілің құрғамай жатып жан беруің деп жауап берген. Ертелі кеш Алланың атын зікір қылсаң, таң мен кешке күнәсіз кіресің. Алла тағала айтады: құлым мені ішінен зікір қылса, мен де оны ішімнен еске аламын. Мені ел арасында зікір қылса, мен оны одан да жақсырақ көпшіліктің арасында еске аламын. Маған бір қарыс жақындаса, мен оған бір кез жақындаймын. Маған бір кез жақындаса, мен оған бір құлаш жақындаймын. Маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіріп барамын. Қияметте 7 түрлі кісіні басқа еш көлеңке болмаған күнде Алла аршының көлеңкесіне кіргізеді. Ол 7-дің бірі жалғыз қалғанда Алланы еске алып, одан қорқып, көздері жасқа толған пенде. Пайғамбарымыз бір күні сахабалардан: маған жақсылап құлақ түріңдер. Сендерге істеріңнің ең жақсысын, жаратқан иелеріңнің алдында ең таза болғанын, сендердің ең ұлы дәрежеге жеткізгенін, қағаз бен алтын ақша таратқаннан
сендер үшін одан да қайырлысын. Дұшпанмен бетпе-бет келіп, оны сұлата шапқаннан, не мойындардың қия шабылып, шейіт болудан сендер үшін одан да пайдалы болғанын сендерге айтайын ба деп сұрады. Сахабалар, уа Расулалла, ол қандай іс деп еді? Пайғамбарымыз, Алланы ауыздан түсірме деп жауап берді. Пайғамбарымыз айтады, Алла тағала мені зікір қылудан, менен бір нәрсе тілеуге уақыт таба алмағандарға қалағандарының ең жақсысын беремін дейді. Фудайл айтады, білуімше Алла тағала, уа пендем, мені таң атқанда бір сәт, кеш кіргенде бір сәт зікір қылсаң, екеуінің арасындағы уақытта сен үшін жеткіліктімін дейді. Хасан Басри айтады, Алланы зікір қылу екі түрлі. Біріншісі, Алла мен ортаңды жасырын қылатындай құпия зікір қылу. Зікірдің бұл түрі өте жақсы және дәрежесі биік. Екіншісі және біріншіден де бағалысы, арам нәрселерді көргенде Алланы зікір қылу. Риуаятқа қарағанда, Алланы зікір қылып жүргендерден басқа барлық пенделер дүниеден көшер алдында қатты шөлдейді. Муаз ибн Жабал, пейіштіктер Алланы зікір қылмай өткізген уақыттары үшін ғана қайғырады деген. Алла елшісі бұлай деген, жиналып алып, Алланы зікір қылған кісілерді періштелер қоршап алады. Олар Алланың мейіріміне бөленеді, және Алла олар туралы жанындағыларға айтады. Пайғамбарымыз жиналып алып Алланың разылығынан басқа еш нәрсе күтпей, оның атын зікір қылғандарға көктен күнәларың кешірілген жағдайда тұрыңдар, жамандықтарың жақсылықтарға айналды деп айтылады деген. Тағы бір хадисте, бір жерде отырып Алланың атын зікір қылмаған және пайғамбарына салауат, сәлемдерді айтпаған, тап сол қылғаны үшін қиямет күні қайғырады деп айтылған. Дәуд Аллаға бұлай деп дұға қылады, уа жаратқан Алла, менің сенің атыңды зікір қылушылардың мәжілісінен шығып, дүние қоңыздардың арасына қосылуға бара жатқанымды көрсең, аяғымды сындыр. Бұл да сенің маған берген нығметің болады. Әбу Хурайра айтады, періштелер Алла зікір қылынған үйлерді жұлдыздарды көрсеткендей бір-біріне көрсетеді. Суфиян ибн Уйайна айтады, мүміндер жиналып алып, Алланың атын зікір қылғанда, шайтан да, дүние де олардың жанынан қашады. Шайтан дүниеге, көрдің бе, бұлардың не істеп жатқанын деп қайғырады. Бірақ дүние шайтанға мейлі қыла берсін. Шаршағанда оларды бір-бірден желкелеп, саған алып келемін деп жауап береді. Әбу Хурайра бір күні базарға кіріп, пайғамбарымыздың мұрасы мешітте бөлістіріліп жатса, сендер бұл жерде жүрсіңдер дейді. Бұл сөзді естіген саудагерлер мен сатып алушылар базарды тастап мешітке жүгіреді. Бірақ ол жерде ешқандай бөлісілген мирас көре алмайды. Олар Әбу Хурайраға, біз мешітте бөлісілген мирас көрмедік қой дегенде, Әбу Хурайра, онда не көрдіңдер деп сұрайды. Олар Алланы зікір қылған және Құран оқыған кісілерді көрдік дейді. Әбу Хурайра оларға, пайғамбарымыздың мұрасы міне сол деп жауап береді. Ағмаш Әбу Салихтен, ал ол Әбу Хурайра мен Әбу Сағид әл-Қудриден риуаят еткені бойынша, пайғамбарымыз Алланың құлдарының істерін жазғандардан басқа жер жүзін тынбай кезіп жүрген бірнеше періштелері бар. Олардың міндеті Аллаға зікір айтқан пенделер бар жерлерді іздеу. Олар Алланы еске алған кісілердің тобына тап болғанда, бір-біріне бұл жерге келіңдер, іздегеніміз бұл жерде деп жар сала шақырады. Сөйтіп олар әлгі кісілерді қанаттарымен қалқалап алып, сол айналаны аспанның бірінші қабатына дейін қоршап алады. Алла тағала шексіз ілімімен бәрін біліп тұрса да, періштелерінен, пенделерім не деп жатыр деп сұрайды. Періштелер, уа жаратқан иеміз, олар саған тасбих айтып, мақтап, мадақтап, ұлықтап жатыр дейді. Сонда Алла тағала, мен періштелердің арасында мынадай әңгіме өрбиді. Олар мені көрген бе? Жоқ, сені көрген емес. Егер мені көрсе қалай болар еді? Егер сені көрсе, саған бұдан да көп ғибадат жасап, бұдан да көп ұлықтап,
мақтау айтушы еді. Пенделерім менен не сұрайды? Пейішке кіргізуіңді сұрайды. Олар пейішті көрген бе? Жоқ, олар пейішті мүлдем көрген емес. Егер көрсе не жасайтын еді? Егер олар пейішті көрсе, оған кіруге бұдан да қатты ынтызаланып, бұдан да қатты ұмтылып, бұдан да артық тер төгуші еді. Олар неден қорқып қашады? Тозақ отынан қашады. Олар тозақты көрген бе? Жоқ, олар тозақты ешқашан көрген емес. Егер көрсе қалай болар еді? Егер оны көрсе, бұдан бетер сақтанып, бұдан да қатты қорқушы еді. Періштелердің бұл жауабынан кейін Алла тағала: періштелерім, онда сендер де куә болыңдар. Мен олардың бәрін кешірдім дейді. Мұны естіген періштелердің бірі: уа Алла тағала, олардың арасында ойда жоқ жерден өзінің жеке ісімен ғана келіп отырып қалған пәленше деген күнәһар біреу бар, дейді. Сонда Алла тағала: ол жиналғандар жақсы кісілер, олармен бірге отырып қалғандар да бақытсыздыққа душар болмайды деп айтады. Пайғамбарымыз былай деген: менің және менен бұрынғы пайғамбарлардың да аузындағы ең ұлы сөз «Ля иляха илляллаху уахдаху ля шарика ляху». Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ деген сөз болған. Кім күніне 100 мәрте Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, серігі жоқ, әлем оның мүлкінде, мақтау оған тән, ол барлық нәрсеге құдіретті десе, 10 құл азат қылғандай болады. Дәптеріне 100 жылдық сауап жазылады, және 100 күнәсі өшіріледі. Сол күні ақшамға шейін бұл сөздер оны шайтаннан сақтайды. Бұл сөздерді одан да көп қайталағандардан басқа ешкімнің ғибадаты соған жетпейді. Алла елшісі тағы жақсылап дәрет алып, содан соң көкке қарап, Алладан басқа құдай жоқтығына, оның жалғыз және серіксіз екендігіне, Мұхаммед оның құлы және елшісі екендігіне куәлік берем деген пенденің алдында пейіштің барлық есіктері ашылады және қалағанынан ішке кіреді деп айтқан. Намаздың ұлылығы. Алла тағала былай деген: шүбәсіз, намаз мүміндерге белгілі уақыттарда, яғни әр намаз өз уақытында өтелсін деп парыз етілді. Пайғамбарымыз 5 уақыт намаз пенделерге парыз қылынған. Мән беріп, ешбір нәрсесіне немқұрайлы қарамай, сол 5 уақыт намаздың парызын орындаған кісіні пейішке кіргізуге Алла уәде қылған. 5 уақыт намаздың парыздарын орындамағандар мен Алланың ешқандай келісімі жоқ. Қаласа оны азапқа салады, қаласа кешіреді деген. Әбу Хурайра баяндайды: Алла елшісі сахабаларынан кімде-кім күніне 5 мәрте есігінің алдынан сарқырап ағып жатқан дарияға жуынса, денесінде кір қала ма деп сұрады. Сахабалары: жоқ, ондай кісінің денесінде еш кір қалмайды деп жауап берді. Сонда Алла елшісі: 5 уақыт намазда осындай, Алла тағала олармен күнәлерді жуады дейді. Пайғамбарымыз: пенде үлкен күнә жасамаса, оқыған намазы өткен кеткен барлық күнәләрін жуады деп айтқан. Алла тағала Құранда шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды деп айтқан. Бұхари мен Муслимнің жинақтары бас болған хадис дерек көздерінде Ибн Масғудтан риуаят етілгені бойынша, бір күні пайғамбарымызға жат әйелді сүйіп алған біреу келіп, күнәсінен қайтып арылатынын туралы сұрайды. Міне сол сәтте күндіздің 2 уақытында, 5-ін екінті, сондай-ақ түннің күндізге таяу уақытында таңсәрі ақшам құптан намаз оқы. Шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды. Бұл ойланып, ғибрат алатындар үшін айтылған бір шама насихат деген аят түседі. Әлгі кісі: уа Расулалла, бұл аят мен жайлы айтып жатыр ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз: ол үмбетімнен Алла разылығы үшін жақсы істерді жасаған барлық пенделерге қатысты деді. Муслимнің, Ахмадтың және басқа хадис жинақтары Әбу Умамадан риуаят еткені бойынша, бір кісі пайғамбарымызға келіп: уа Расулалла, маған Алла бұйырған жазаны бер, деді. Ол бұл сөзін 2 мәрте қайталады. Пайғамбарымыз оның сөзіне құлақ салған жоқ. Біраздан кейін намаздың уақыты кіріп, намаз оқылды. Намаздан кейін пайғамбарымыз: әлгі кісі қайда деп сұрады.
Ол мына менмін дегенде Алла елшісі жақсылап дәрет алып, бізбен бірге намаз оқыдың ба деп сұрады. Әлгі иә деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз, онда сен қазір жаңадан туылғандай бейкүнәсің, бұдан кейін бұл істі жасама деді. Сонда Алла тағала өз елшісіне күндіздің 2 уақытында, сондай-ақ түннің күндізге таяу уақыттарында намаз оқы. Шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды. Бұл ойланып, ғибрат алатындар үшін айтылған біршама насихат деген мағынадағы аятын түсірді. Алла елшісі бізді мұнафықтардан 2 нәрсе айырып тұрады. Олар таң және құптан намазына бару. Олар мұны орындай алмайды деген. Пайғамбарымыз намазды немқұрайлы қалдырып қойып, Алланың алдына барғандардың басқа жақсы істеріне Алла көңіл бөлмейді деп айтқан. Тағы бір хадисте намаз діннің тірегі, намаз оқымаған кісі дінін қиратады деп айтылады. Пайғамбарымыздан ең ұлы ғибадат не деп сұрағанда, ол кемшіліксіз дәретпен 5 уақыт намазын оқып жүрген кісіге қиямет күні намаз нұр және жол көрсетуші болады. 5 уақыт намазды немқұрайлы қалдырған кісі махшарда Перғауын және Хаманмен бірге болады деп жауап берді. Пайғамбарымыз намаз пейіштің кілті деп айтқан. Тағы бір хадисте былай деп айтылады: Алла тағала пенделеріне таухид калимасынан тысқары намаздай сүйікті ғибадат парыз қылған емес. Егер одан да сүйікті ғибадат болғанда, періштелер соны орындаушы еді. Олардың кейбірі рукухта, кейбірі сәждеде, кейбірі қиямда және кейбірі отырыста. Пайғамбарымыз бір намазды әдейілеп қалдырған пенде кәпір болады дейді. Яғни намазды әдейі тастаған кісі иманнан шығуға жақындайды. Тағы бір хадисте бір намазын әдейі тастаған адам Мұхаммедтің қарамағынан шығады деген. Әбу Хурайра кімде-кім жақсылап дәрет алып, намаз оқу ниетімен үйінен шығып, сол ниетте жүрсе, намазда тұрғандай сауап жазыла береді. Басқан әрбір екі қадамының бірі үшін амал дәптеріне бір сауап жазылады, екіншісі үшін бір күнәсі өшіріледі. Демек, біреуің азанды естігенде уақыт өткізбесін. Үйі мешітке ең алыс болғандар ең көп сауап табады дейді. Сахабалар не үшін деп сұрағанда, Әбу Хурайра көп қадам басқаны үшін деп жауап береді. Пайғамбарымыз құпия сәждедей, құпия оқылған намаздай пендені Аллаға жақындатқан ешбір ғибадат жоқ деген. Тағы бір хадисте Алла үшін сәжде жасаған әрбір мүміннің мәртебесін Алла бір дәрежеге биіктетеді және бір күнәсін кешіреді деп айтылған. Сахабалардың бірі пайғамбарымызға, мені сенің шапағатыңа жеткендерден және пейіште сенімен бірге болғандардан қылуы үшін Аллаға дұға қыл деп сұранады. Пайғамбарымыз оған, көп сәжде жасаумен маған жәрдемші бол деп жауап береді. Риуаяттар бойынша пенденің Аллаға ең жақын жағдайы сәждедегі жағдайы. Негізінде Раббыңа сәжде ет те оған жақында. Бұл сәжде аяты дереу сәжде жасау керек деген аяттың мәнісі де сондай. Сәжде аяттары Құранның 14 жерінде бар. Бұл сүрелердің және аяттардың реттік нөмерлері төменде берілген. Ахраф 206, Рахд 15, Нахл 50, Исра 109, Мариям 58, Хаж 18, Фурқан 60, Намл 25, Сәжде 15, Сад 24, Фуссилат 37, Нәжім 62, Иншиқақ 20, Алақ 19. Тіләуәт сәжде жасау ниетімен қолдарды құлақ тұсқа көтермей Аллаху әкбар деп сәжде жасайды. 3 мәрте Субхана Рабиял Ағла, не 1 мәрте Субхана Раббана Инканна Уғду Рабина Ләмәфхуля деп айтады. Одан кейін Аллаху әкбар деп сәждеден тұрады. Алла тағала олардың белгісі жүздеріндегі сәжде ісі дейді. Бір жорамал бойынша бұл жердегі белгі сәжде уақытында намаз оқығандардың шекесіне
жұққан шаң топырақ сияқты нәрселер. Тағы бір жорамал бойынша аяттағы белгі пенденің көкірегіндегі тақуалықтың нұры. Бұл жорамал дұрысырақ. Басқа бір жорамал бойынша айтылған белгі қиямет күні дәреттің ізі арқылы намаз оқығандардың жүзінде байқалатын нұр. Алла елшісі адам баласы сәжде аятын оқып, артынан сәжде жасағанда шайтан бір шетке шығып алып, мен құрыйын. Сол кісі сәжде жасауға бұйырылып, сәжде жасады. Енді пейішке кіреді. Мен болсам сәжде жасауға бұйырылғанымен қарсы шыққаным үшін тозаққа кіремін дейді, деген. Риуаятқа қарағанда Әли ибн Абдулла ибн Аббас күніне 1000 мәрте сәжде жасады. Міне сондықтан оны сәждеші деп атайды. Мағлұматтарға қарағанда Омар ибн Абдул Азиз топырақтың үстінде намаз оқып сәжде жасады. Юсуф ибн Асбат, уа жастар, ауырып қалудан бұрын денсаулыққа жағдай жасаған мүмкіншіліктерді пайдаланыңдар. Мен қазір толық көріністе рухух, сәжде жасай алғандарды қызғанамын. Өйткені денсаулығыма байланысты екеуін толық жасай алмаймын, деген. Саид ибн Жубайыр бұл дүниеде сәждеден басқа еш нәрсеге уайымдамаймын деп айтқан. Уқба ибн Муслим былай деген: пенденің Аллаға ең сүйікті артықшылығы пенденің оған жақын болу құштарлығы. Пендені Аллаға ең жақын қылған сәт сәжде ететін сәті. Әбу Хурайра: пенденің Аллаға ең жақын болған жағдайы сәжде ететін жағдайы. Сол жағдайда көп дұға қылыңдар деп айтқан. Намаз оқымаған кісінің жазасы. Алла тағала тозақлар туралы былай деген: содан олар тозақлардан сендерді осынау жаһаннамға не айдап әкелді? Сонда әлгілер: біз намаз оқитындардың қатарында емес едік. Пақыр міскінді тамақтандырмайтын едік. Ғапылдыққа салынғандармен бірге Алланы ақыретті ескермей, бос сөз, пайдасыз іспен уақыт өлтіріп, күнәға батыратын, сауық сайранға елітіп, ғапылдыққа салынатын едік. Ахмад ибн Ханбалдың риуаяты бойынша Алла елшісі иманды пенде мен Аллаға серік қосудың және кәпірліктің арасындағы айырмашылық намазды тастау деген. Сахих хадисте Баздардың риуаяты бойынша пайғамбарымыз намаз оқымағанның исламнан несібесі жоқ, дәреті жоқ кісінің намазы қабыл болмайды, деген. Табаранидің айтуы бойынша пайғамбарымыз аманатқа қиянат жасағанның иманы жоқ, таза болмағанның намазы қабыл болмайды, намаз оқымағанның діні жоқ. Бастың денеде орны қалай болса, намаздың діндегі орны да осындай, деген. Баздардың және басқа бірнеше хадис жинақтары бойынша Ибн Аббас былай деген: қарашығым орнында тұрып, көзім көрмей қалғанда маған: біз сені емдейміз, бірақ бірнеше күн намаз оқымай тұруың керек, деді. Мен: жоқ, болмайды, өйткені пайғамбарымыз маған: намаз оқымаған кісіге Алла қаһармен қарайды деп айтқан, дедім. Табарани мутабақатта риуаят еткені бойынша пайғамбарымызға бір кісі келіп: уа Расулалла, маған орындасам пейішке кіретін істі көрсет деп сұрады. Пайғамбарымыз оған: қиыншылық тартып, жаның ауырса да, ешбір нәрсені Аллаға серік қоспа. Ата-анаңа бас ий, мал-мүлкіңнен, қолыңдағы нәрселердің бәрінен ажыратса да, ата-анаңа бас ий. Намазды әдейілеп тастама, өйткені намазын әдейілеп тастаған кісіге Алланың кепілдігі болмайды, деп жауап берді. Басқа бір риуаятта былай деп айтылады: өлтірілсеңдер де, өлтірсеңдер де Аллаға еш нәрсені серік қоспа. Отбасыңнан, мал-мүлкіңнен айырылуды бұйырса да, ата-анаңа қарсы сөз айтып, қарсы шықпа. Парыз намазды әдейілеп қалдырып қойма, өйткені парыз намазды әдейілеп қалдырған кісіге Алла тағалаға қорғауға алу кепілдігін бермейді. Шарапты ішпе, өйткені оны ішу барлық жамандықтардың басы. Күнә жасаудан сақтан, өйткені күнәнің кесапатынан Алланың қаһары келеді. Адамдар өлсе де, соғыс майданнан қашпай, орныңда тұр. Байлығыңнан отбасыңа жұмса, және отбасыңды тәрбиелеу үшін қамшың дайын тұрсын. Алланың бұйрықтарын орындау үшін оларды қорқытып тұр.
Ибн Хабибаның риуаяты бойынша пайғамбарымыз күн жабық болса таң намазын ерте оқыңдар, өйткені намаз оқымағандар кәпір болады деп айтқан. Табарани пайғамбарымыз азат еткен Умайдамадан риуаят еткені бойынша Умайма былай деген: Алла елшісінің басына су құйып беріп жатқан едім. Сол сәтте бір кісі келіп, маған насихат айт деді. Пайғамбарымыз: бөлшектеніп майдалансаң да, отқа күйдірілсең де, Аллаға ешбір нәрсені серік қоспа. Отбасыңнан, мал-мүлкіңнен айырылуды бұйырса да, ата-анаңа қарсы сөз айтып, қарсы шықпа. Шарап ішпе, өйткені шарап ішу барлық жамандықтардың басы. Парыз намазды әдейілеп қалдырып қойма, өйткені әдейілеп парыз намазды қалдырған кісіге Алла тағаланың және оның елшісінің кепілдігі болмайды деді. Әбу Нағимнің айтуы бойынша пайғамбарымыз еш себепсіз әдейі намаз оқымаған кісінің атын Алла тағала тозақтың есігіне, тозаққа кіретіндердің қатарына жазады деген. Табарани мен Байхақидің риуаятында Алла елшісі намаз оқымаған кісі отбасының және мал-мүлкінің тарап кетуіне жол ашады деп айтқан. Ахмад ибн Ханбал айтады: пайғамбарымыз Алла тағалаға исламда 4 нәрсені парыз қылды. Кім олардың бәрін емес, 3-еуін ғана орындаса, оған ешқандай пайда бермейді. Олар намаз, зекет, Рамазан оразасы, Байтулланы зиярат қылу деп айтқан. Асбаханидің айтуы бойынша пайғамбарымыз Алла тағала себепсіз намаз оқымай жүрген кісінің барлық жақсылықтарын өшіреді. Тәубе жасап қайтадан Аллаға қайтқанға шейін онымен ешбір байланысы болмайды деген. Пайғамбарымыздың уақытынан бері келіп кеткен барлық ғалымдардың ортақ көзқарасы бойынша намазды еш себепсіз оқымай қойған кісі кәпір болады. Аюб: намазды әдейілеп оқымай қою күпірлікке жеткізетін де талас жоқ деген. Алла тағала Құранда былай деген: алайда кейіннен олардың орнын нашар ұрпақ басты. Олар намазды тәрк етті. Әйел, бала-шаға, дүние-мүлік, мансап, атақ, абырой сынды дүниелік нәрселерге қызығып, нәпсілері қалаған нәрселердің соңына түсті. Олар түптің түбінде құрдымға немесе тозақтағы терең сайға құлап, сазайларын тартады. Ал араларынан тәубе етіп, игі істер істегендердің жөні бөлек. Олар жұмаққа кіреді, титтейде әділетсіздікке ұшырамайды. Ибн Масхуд айтады: аятта тәрк етті деген сөз намазды толығымен тастады деген емес, оны уақытында оқымады деген мағынаға келеді. Табиғиндердің имамы Саид ибн Мусайяб сол аяттағы тәрк етті деген сөзбен екінті уақытты кіруге таяғанда бесін намазын, ақшам болатын кезде екінті намазын, құптан уақыты келместен ақшам намазын, таң кіретін кезде құптан намазын, күн шығуға жақын таң намазын оқымай, намаздарды қаза қылуды әдетке айналдырып алғандар туралы айтылған. Міне сол әдетін тастамай, тәубе жасамай, дүниеден өткендерді Алла тағала тозақтың терең және азабы ауыр шұңқырына лақтыруды алдын ала білдірген дейді. Уа иман келтіргендер, мал-мүліктерің мен бала-шағаларың, жүректерің мен ой-саналарыңды түгелдей жаулап, сендерге Алланы еске алуды ұмыттырмасын. Яғни Аллаға лайықты түрде құлшылық етулеріңе кедергі келтірмесін. Біліп қойыңдар, кімде-кім солай істейтін болса, нағыз зиян шегетіндер солар. Кейбір тәпсір ғалымдарының көзқарасы бойынша аяттағы Алланы еске ал деген сөз 5 уақыт намазды білдіреді. Демек, сауда-саттық, өнер-еңбек, не бала-шағамен әлек болып, намазын оқымағандар зиянға ұшырайды. Сол себепті пайғамбарымыз қиямет күні пенде бірінші болып намазынан сұралады. Егер бұл сұрағы жақсы өтсе, игілікке жетеді. Егер онда кемшіліктері болса, зиян тартады деп айтқан. Алла тағала ақыретке тиісінше сенбей, ықылассыз намаз оқитындардың жағдайы қандай өкінішті. Олар намаздарында ғапыл дейді. Пайғамбарымыз аяттағы олар намаздарында ғапыл деген сөз намазды уақытында оқымағандар туралы айтылған деген. Ахмад ибн Ханбал, Табарани және ибн Хибанның айтуы бойынша пайғамбарымыз намаз туралы
баяндап жатып, кім намазын қалдырмай оқып жүрген болса, қиямет күні оған нұр, жол көрсетуші және құтқарушы болады. Ал енді намазға немқұрайлы қарағандарға нұр да, жол көрсетуші де, құтқарушы да болмайды. Ондай кісінің қиямет күндегі достары Қарун, Перғауын, Хаман және Убай ибн Халаф деп айтқан. Ғалымдардың бірі намазға немқұрайлы қарағандардың қиямет күні бұларға дос болуының себебі төмендегіше: егер пенде көп мал мүлкімен әлек болып намазды тастаса, Қарунға ұқсайды және сол себептен махшарда оған жолдас болады. Егер билігіне бола намазды тастап қойса, Перғауынға ұқсап махшарда оған жолдас болады. Егер басшыға орынбасар болғандықтан намазға немқұрайлы қараса, Хаманға ұқсайды және махшарда онымен бірге болады. Егер саудамен әлек болып намазды тастап қойса, Мекке кәпірлерінің саудагері Убай ибн Халафқа ұқсайды және махшарда онымен бірге болады деген. Хакимнің айтуы бойынша, пайғамбарымыз еш себепсіз екі намазды бір уақытқа жинап тастаған кісі үлкен күнәға батады деген. Бұхари мен Муслим және басқа 4 хадис жинағы бойынша, пайғамбарымыз екінті намазын қаза қылған кісі отбасын шашыратып, мал мүлкінен ажырағандай болады дейді. Насаидің айтуы бойынша, пайғамбарымыз екінті намазы туралы: намаздардың арасында бір намаз бар, оны қаза қылған кісі отбасын шашыратып, мал мүлкінен ажырағандай болады деген. Муслим мен Насаидің риуаятында Алла елшісі екінті намазы туралы: бұл намаз сендерден бұрынғыларға ұсынылып еді, олар немқұрайлықпен тастап қойды. Енді оған мән беріп жалғастырғаныңа 2 есе сауап беріледі. Одан кейін жұлдыз шыққанға шейін намаз оқылмайды деді. Бұхари, Ахмад ибн Ханбал және Насаидің риуаятында, пайғамбарымыз екінті намазын оқымаған кісінің жақсы істері өшіріледі деген. Ахмад ибн Ханбал мен Ибн Абу Шайбанның риуаятында Алла елшісі былай деген: ешбір себепсіз екінті намазын оқымай қаза қылғандардың барлық жақсы істері өшіріледі. Абдур-Разақ айтады: пайғамбарымыз араларыңнан біреудің отбасының бұзылуы, мал мүлкінің қолдан кетуі, ол үшін екінті намазын қаза қылғанға қарағанда азырақ зиян болады деген. Имам Шафиғи мен Байхақидің риуаятында Алла елшісі ешбір парыз намазды оқымай уақытын өткізгендер бала-шағасы шашырап, мал мүлкінен қол үзгендей болады деп айтқан. Бұхариде келгені бойынша, Самура ибн Жундуб былай деген: пайғамбарымыз кім түс көрді деп сұрап, айтылған түстерді Алла бұйырғандай жорып беретін. Бір күні таңертең былай деп айтып берді: түнде 2 кісі келіп, мені төсектен тұрғызып, жүр кеттік деді. Олармен бірге жүрдім. Жолда 2 кісіні жолықтырдық. Біреуі жерде шалқасынан жатыр, екіншісі әлгіні таспен басқа ұрып, басын жарып жатыр. Домалап кеткен тасты алып келгенге шейін әлгінің басының жарылған жері қайтадан бастапқы қалпына келіп жатты. Ол болса қайтадан әлгі ісін қайталай берді. Мені ерткен кісілерден: уа Құдай, бұл не деп сұрасам, жүр кеттік деп басқа жауап берген жоқ. Одан ары бара жатып тағы 2 кісіні жолықтырдық. Олардың бірі жерде жатыр, екіншісінің қолында темір шеңгел бар екен. Ол әлгінің бір жақ жағына темір шеңгелді сұғып, жағының жарымын, мұрнының бір танауын және 2 қасының арасынан маңдайын жарып жатты. Содан соң екінші жағынан тартып, жарып паршалады. Бірақ сол заматта жарылған жақтар қайтадан бітіп, бұрынғы жағдайына келіп тұрды. Жанымдағылардан: уа Құдай, бұл не деп сұрадым. Олар: жүр кеттік деп одан ары жүрдік. Алдымыздан тандырға ұқсаған, ішінен от лаулаған шұңқыр шықты. Ішінен айғай-шу естілді. Аузына қарасақ, тырдай жалаңаш әйел, еркектер жүр. Шұңқырдың түбінен көтерілген жалын олардың денесін орап алыпты. От лаулаған сайын олардың ащы айғайлары шығып жатты. Жанымдағылардан: бұлар кімдер деп сұрадым. Қайтадан: жүр кеттік деді. Жолымызды одан ары жалғап, бір дарияның жиегіне бардық. Пайғамбарымыз қан секілді қып-қызыл деп суреттеді деп ойлаймын.
Ол жерде екі кісіні жолықтырдық. Бірі дарияда жүзіп жүр, екіншісі жиекте үйілген тастардың жанында тұр. Судағысы жиекке жақындаған сайын жиектегі кісі таспен ұрып қайтарып жатты. Жанымдағылардан бұл не деп сұрасам, жүр кеттік деді. Одан ары жүрдік. Жолда өте қорқынышты бір кісіні көрдік. Одан қорқынышты жанды жолықтыру мүмкін емес еді. Ол кісінің алдында от жанып тұрды. От бәсеңдеген сайын пенде оны қозғап, күшейтіп, тоқтамай отта айналып жүрді. Жанымдағылардан бұл кім деп сұрап едім. Олар жүр кеттік деді. Сапарымыз ары қарай жалғасты. Алдымыздан биік бақтар өскен бақшаны кездестірдік. Бақшада жаз гүлдері, ортасында бойы аспан тіреген бір кісі бар екен. Оның айналасын өте көп балалар қоршап алыпты. Жанымдағылардан бұл кім деп сұрадым. Олар жүр кеттік деді. Жолымызды одан ары жалғап, биік өскен ағаштың жанына бардық. Ол өте көркем еді. Бұрын соңды ондай бақ көрген емеспін. Жанымдағылар бұл ағашқа шық деді. Бәріміз ағашқа жабылып, шығып отырып бір қалаға жеттік. Қала ғимараттарының кірпіштері алтын мен күмістен екен. Қаланың дарбазасына келіп қақтық. Дарбаза ашылып ішке кірдік. Бізді денесінің жарымы келісті, жарымы жағымсыз көріністегі біреулер тосып алды. Жанымдағылар оларға жүгіріңдер, барып әлгі дарияға түсіңдер деді. Қарасам, суы аппақ дария ағып жатыр. Бізді қарсы алғандар дарияға бір сүңгіп шығып, жанымызға келгенде денелерінің жағымсыз жерлері жоғалып, бастан аяқ ең жақсы бейнеге айналып қалыпты. Жанымдағылар бұл жер адын пейіші, осы жер сенің орның деді. Жоғары жаққа қарасам, ақ бұлттай шаңқайған көрікті сарай тұр. Жанымдағылар, міне осы сенің орның деді. Сендерге Алла береке берсін. Рұқсат берсеңдер, мен сарайдың ішіне кірейін дедім. Қазір болмайды, бірақ уақыты келгенде ол жайға кіресің деп айтты. Олардан осы түні қатты таңғаларлық нәрселерге куә болдым. Олар не еді деп сұрадым. Сонда олар, саған айтып берейік, тыңда десіп, сырлы оқиғаларды түсіндіре бастады. Алғашқы кезіктірген, қайта-қайта басы таспен жаншылған кісі, Құран кәрімді біліп тұрып, бұйрықтарын орындамаған және парыз намаздарды оқымай ұйықтаған кісі еді. Жағы, мұрны және көзі темір шеңгелмен жарылған кісі, таң атқанда үйінен шыққаннан бастап жалған жала жайып жүрген біреу. Тандырға ұқсас құдыққа қамалған әйел еркектер, зинақорлар. Жиекке жақындағанда таспен ұрылып, тынбай дарияда жүзіп жүрген пенде өсімқор еді. Отты қозғап жағып жатқан өңі сұсты, жағымсыз кісі, тозақтың күзетшісі. Бақшадағы ұзын бойлы кісі Ибрахим, ал жанындағылар мұсылман табиғатымен бұл дүниеден өткен жас балалар. Сол сәтте бір сахаба, уа Расулалла, мүшриктердің балалары да соған қосыла ма деп сұрады. Пайғамбарымыз, мүшриктердің балалары да қосылады деп жауап берді. Денесінің жарымы келісті, жарымы жағымсыз кісілер, жақсы ісі де, жаман ісі де бар кісілер еді. Алла тағала олардың жаман істерін кешіріп жіберген. Баздардың айтуынша, хадис төмендегінше аяқталады. Сонда пайғамбарымыз бастары таспен жарылған және жарылысымен қайтадан бітіп қалған бір топты жолықтырады. Уа Жәбірейіл, бұлар кімдер деп сұрағанда, Жәбірейіл, бұлар намазды ауыр деп санаған, тар ойлы жалқау кісілер еді деп жауап берді. Хатиб және Ибн Нажжардың айтуы бойынша, пайғамбарымыз исламның өзгешеленген белгісі намаз. Барынша ден қойып, намаз оқығандар, уақыттарына, сүннеттеріне және өлшемдеріне мән бергендер, шынайы мүміндер деген. Ибн Мажа риуаят етеді. Алла тағала, сенің үмбетіңе 5 уақыт намазды парыз қылдым, және кім сол 5 уақыт намазды өз уақытында толық орындайтын болса, оны пейішке кіргізетініме уәде бердім. Кім 5 уақыт намазды өз уақытында оқымаса, оған ешқандай уәдем де, кепілдігім де жоқ деп айтқан. Имам Ахмад ибн Ханбал және Хакимнің айтуы бойынша, Алла елшісі
Кім намазды мойындағы міндеті деп есептеп, оны кемшіліксіз орындаса, пейішке кіреді деген. Тирмизи, Насай және Ибн Мажанның риуаятында пайғамбарымыз былай деген: қиямет күні пенденің сұраққа алынатын алғашқы ісі намаз. Егер намазға тиесілі есебі кемшіліксіз болса, құтылады. Егер намазға тиесілі есебі шала және кем шықса, зиянға ұшырайды. Парыз намаздары шала шыққанда, Алла тағала: қараңдаршы, пендемнің нәпіл ғибадаттары бар ма? Бар болса, бұлардың орнын сонымен толтырыңдар дейді. Намаз мәселесі солай шешілгеннен кейін, басқа істер де сол ережемен сұралады деген. Нәсәй риуаят етеді: пайғамбарымыз: қиямет күні кісілер әуелі намаз туралы сұралады, одан кейін ғана садақа, мұқтаждарға берілген жәрдемдер туралы сұрақ болады деді. Имам Ахмад ибн Ханбал, Әбу Дәуд, Нәсәй, Ибн Мажа және Хакимнің айтуы бойынша, Алла елшісі қиямет күні пенде алғашқы іс ретінде намаз туралы есеп береді. Егер намазы кемшіліксіз болса, толық деп жазылады. Егер толық орындалмаса, Алла періштелеріне: қараңдаршы, пендемнің нәпіл ғибадаттарының ішінде намазды толықтыратыны бар ма екен? Бар болса, сонымен толтырыңдар дейді. Сонда зекетке өтеді. Одан кейін кезегімен барлық істері солайша есепке алынады деген. Әбу Дәуд, Ат-Таялиси және Табарани риуаят етеді. Пайғамбарымыз айтады: Жебриел маған келіп: уа Мұхаммед, Алла тағала былай деді: үмбетіңе 5 уақыт намазды парыз қылдым. Кім бұл 5 уақыт намазды дәретпенен, уақытында, рукух пен сәждесін кемшіліксіз орындаса, оны пейішке кіргізуге уәде беремін. Ал енді намазы шала болып, алдыма келгенде ешқандай уәдем жоқ. Қаласам оларды азаптаймын, қаласам қайырымды мәміле жасаймын деді. Байхақидің риуаятында намаз таразы, тура өлшеген адам сауабын алады деген. Дайлами риуаят еткен: намаз шайтанның жүзін қарайтады, садақа белін сындырады. Алла үшін сүйу, Алла үшін ілімге берілу шайтанның ақтарын жазып жібереді. Міне, соларды орындасаңдар, шайтан сендерден шығыс пен батыстай алыстайды. Тирмизи, Ибн Хиббан және Хаким риуаят еткен хадисте: Алладан қорқыңдар, 5 уақыт намазды оқыңдар, Рамазан оразасын ұстаныңдар, мал-мүліктеріңнің зекетін беріңдер, басшыларыңа бас иіңдер, жаратқан иелеріңнің пейішіне кіресіңдер. Бұхари, Муслим, Имам Ахмад және Нәсәй риуаят етеді. Пайғамбарымыз: істердің ең жақсысы уақытында оқылған намаз, содан соң ата-анаға жақсылық жасау, одан кейін Алла жолында күресу деді. Байхақи Әзірет Омардан риуаят еткені бойынша, Алла елшісіне бір кісі келіп: уа Расулалла, исламда Алланың алдында қайыс сүйіктірек деп сұрады. Пайғамбарымыз: уақытында оқылған намаз. Кім намазды тастаса, оның діні жоқ. Намаз діннің тірегі деп жауап берді. Міне сондықтан Әзірет Омар жараланып төсекте жатқанда оған: уа мүміндердің басшысы, намаз десімен, намаз қандай жақсы нәрсе, намаз оқымаған кісінің исламнан несібесі жоқ, деп намазға тұратын және қаны тоқтамай ағып жатқанына қарамай, намазын аяғына шейін оқып бітірген. Шамсиддин Мұхаммад ибн Ахмад ибн Усман аз-Захабидің риуаяты бойынша, Алла елшісі: пенде намазды уақыты кірісімен оқыса, ол намаз нұр шашқан бойы көкке көтеріліп, аршыға жетеді, және қиямет күнге шейін оны оқыған кісінің күнәларының кешірілуін сұрап: маған қанша мән берсең, Алла да саған солай назар салсын дейді. Егер пенде намазын қаза қылып оқыса, бұл намаз қараңғылыққа оранған жағдайда көкке көтеріліп, барар жеріне жеткенде ескі шүберек сияқты иесінің жүзіне лақтырылады деген. Әбу Дәуд риуаят еткен бір хадис бойынша,
Пайғамбарымыз Алла үш кісінің ғибадатын қабыл етпейді деп, уақытын өткізіп оқылған намазды да солардың арасына қосады. Тағы бір риуаят етілген хадисте, кім 5 уақыт намазды толығымен кемшіліксіз оқыса, Алла оған 5 түрлі нығмет береді. Олар: Алла оны тұрмыс қиыншылығынан құтқарады, қабір азабынан құтқарады, амал дәптері оң жағынан беріледі, сырат көпірінен найзағайдай тез өткізеді, сұрақсыз пейішке кіргізеді. Кім намазға немқұрайлы қараса және оқымаса, оған 5 жаза бар. Бұлардың 5-еуі бұл дүниеде, 3-еуі өлім сәтінде, 3-еуі қабірде, 3-еуі қайта тіріліп қабірден тұратын кезде. Бұл дүниедегі жазалары: өмірі берекесіз болады, жүзінің нұры жоғалады, Алла оның жасаған істерінің сауабын бермейді, қылған дұғасы қабыл болмайды, тақуалы кісілердің дұғасындай дұға оған нәсіп болмайды. Өлім сәтіндегі жазалары: қор болып өледі, аш болып өледі, шөлдеген жағдайда өледі. Оған бүкіл теңіздердегідей су ішірілсе де шөлі басылмайды. Қабірдегі қиыншылықтары: қабір оған тарлық қылады, қабірде қабырғалары қысылады, қабірде от жағылып, оттың шоқтары тасқа айналады. Қабірінен Шужа деген ысқырығы күшті жылан шығады. Ол жыланның көздері жалыннан, тырнақтары темірден, әрбір тырнағының ұзындығы 1 күндік қашықтықтай ұзын. Ол жылан өлікке: мен күш қуатты Шужамын, жаратқан ием оқымаған таң намазыңның жазасына сай күн шыққанға дейін сені шағуымды бұйырды. Оқымаған 5 намазыңның жазасына сай 2 уақытына дейін, оқымаған 2 намазың үшін ақшамға дейін, оқымаған ақшам намазың үшін құптанға дейін, оқымаған құптан намазың үшін таң атқанша шағуымды тапсырды. Жылан әр мәрте шаққанда оны жерге 70 кез кіргізіп жібереді. Бұл азап қияметке шейін жалғасады. Қабірден тұратын кездегі азаптар: сұрағы қатты болады, Алланың қаһарына ұшырайды, тозаққа түседі. Басқа бір риуаят бойынша, намазға немқұрайлы қарап, оны оқымаған кісі қиямет күні маңдайында 3 қатар жазумен келеді. Бірінші қатарда «Ей, Алланың ақысын жоқ қылған» деген жазу. Екінші қатарда «Ей, Алланың қаһарына қалған» деген жазу. Үшінші қатарда «Сен дүниеде Алланың ақысын қалай жоқ қылсаң, бүгін оның мейірімінен солай құр қаласың» деген жазу болады. Хадисте айтылған жазалар 15-ке жетпей 14 болып қалады. Хадисті риуаят еткен кісі біреуін ұмытқан болуы ықтимал. Ибн Аббастан риуаят етілгені бойынша, пайғамбарымыз қиямет күні болғанда бір кісі әкелініп Алланың алдына тұрғызылады. Алла оны тозаққа лақтыруды бұйырады. Ол кісі: «Уа жаратқан Алла, не үшін тозаққа лақтырасың?» деп сұрайды. Алла тағала оған: «Намазды уақытынан кешіктіргенің және менің атымнан жалған ант ішкенің үшін» деп жауап береді деген. Тағы бір риуаятта пайғамбарымыз сахабаларына: «Уа жаратқан Алла, біздің арамыздан ешкімді құр-қол және бақытсыз қыла көрме» деп дұға қылыңдар дегеннен кейін, құр-қол және бақытсыз дегендер кімдер екенін білесіңдер ме деп сұрады. Сахабалар: «Уа Расулалла, олар кімдер?» деді. Пайғамбарымыз: «Олар намаз оқымағандар» деп жауап берді. Риуаятқа қарағанда, қиямет күні бірінші болып намаз оқымағандардың жүздері қараяды. Тозақта жыландарға толған Ламлам атты дала бар. Әрбір жылан түйенің мойнындай жуан және 1 айлық қашықтықтай ұзын. Ол жыландар намаз оқымағандарды шаққанда, олардың денесінде 70 жыл қайнап, ақыры еттерін шірітіп түседі. Исраил ұлдарынан бір әйел Мұсаға келіп: «Уа Расулалла, үлкен күнә жасадым, бірақ тәубе келтірдім» дейді. Мұса: «Қандай күнә жасадың?» деп сұрағанда, анау әйел: «Уа Расулалла, зина жасағанмын, одан туылған баланы
өлтірдім деп жауап береді. Оған ашуланған Мұса әйелге жоғал, ей зинақор, болмаса сенің күнәң үшін көктен от жауып бізді өртейді дейді. Әйел қапалы күйінде үйіне қайтады. Дәл сол сәтте Жәбірейіл Мұсаға, Алла саған, уа Мұса, күнәсіне тәубе жасаған әйелді неге қуып жібердің? Одан да жаманын көрген емес пе едің? дейді. Мұса Жәбірейілден одан да жаманы кім деп сұрады. Жәбірейіл еш себебі жоқ бола тұра намаз оқымаған кісі деп айтты. Риуаяттарға қарағанда, көне заманда біреу қарындасын жерге бергенде мазардың ішіне қапшығын түсіріп алады. Мазардан қайтарда қапшығы қабірде қалғанын байқап, ел кеткеннен кейін мазарды қазады. Бірақ мазардың ішінде от жанып жатқанын көріп, топырақпен қайта жауып қояды. Үйіне келіп анасынан, анашым, маған қарындасымның жасаған істері туралы айтып берші деп сұрайды. Әйел, ұлым, неге сұрап жатырсың дегенде, ана кісі оның мазарында от жанып жатқанын көріп, содан сұраған едім дейді. Мұны естіген анасы жылай, ұлым, қарындасың намазға немқұрайлы қарады және уақытында оқымаушы еді деп жауап береді. Намазды өз уақытында оқымағанның жағдайы сондай болса, мүлдем намаз оқымаған кісінің қандай болатынын өзің ойлап көр. Алла бізге намазға ден қойып, уақытында және кемшіліксіз оқуды нәсіп қылсын. Ол жомарт, мейірімді, кешірімді, қайырымды. Тозақ. Алла тағала тозақ жайлы, оның 7 қақпасы бар. Әр қақпаға олардың ішінен арнайы топтар бөлінген. Яғни олардың ішінен қай топтың қай қақпадан кіретіні белгілі деген. Ибн Журайш, тозақтың 7 қабаты бар. Олар Жаханнам, Лаза, Хутама, Сайр, Сақар, Жахим және Хауия. Бірінші қабаты иман келтірген күнәһарлар үшін, екінші қабаты яһудилер үшін, үшінші қабаты христиандар үшін, төртінші қабаты жұлдыздарға сыйынғандар үшін, бесінші қабаты отқа табынушылар үшін, алтыншы қабаты пұтқа табынушылар үшін және жетінші қабаты мұнафықтар үшін. Демек, Жаханнам ең үстіңгі қабат, содан соң қатармен басқалары тұрады деп айтқан. Сондай-ақ аяттың мағынасы бойынша Алла тағала шайтанға ергендерді 7 топқа бөліп, әрбір тайпаны тозақтың бір қабатына жайғастыратыны айтылады. Өйткені кәпірлік және күнәлардың дәрежелері әртүрлі және тозақтағы жағдайларға да әр басқа болады. Бір риуаят бойынша көз, құлақ, тіл, қарын, ұятты жерлер, қол және аяқтан тұратын дененің 7 мүшесі үшін тозақта 7 қабат болып жаратылған. Өйткені күнәлар сол мүшелермен жасалады және олардың барар жері де 7 қабат тозақ. Бұл туралы Әзірет Әли, тозақ үсті-үстіне орналасқан 7 қабаттан тұрады. Әуелі біріншісі, содан соң екіншісі, содан соң үшіншісі болып қатармен барлық қабаттары толады деген. Бұхари мен Тирмизидің Ибн Омардан риуаят еткені бойынша пайғамбарымыз тозақтың 7 есігі бар. Бұлардың бірі менің үмбетіме қылыш көтергендерге тиесілі деген. Табаранидің Аусат атты кітабында былай деп жазылады. Бір күні Жәбірейіл әдеттегі келетін уақыттан басқа уақытта келді. Пайғамбарымыз оны қарсы алып, уа Жәбірейіл, неге жүзің салқын тартып қалған деп сұрайды. Жәбірейіл, егер Алла тозақтың көріктері туралы мағлұмат беруімді бұйырмағанда, саған келмес едім дейді. Алла елшісі, Жәбірейіл, маған тозақ туралы айтып бер дейді. Жәбірейіл баяндай бастайды. Алла тозақ отын жағуды бұйырды. 1000 жыл жағылғаннан кейін ол ағарды. Тағы жағуды бұйырып, 1000 жыл жағылғаннан кейін қып-қызыл болды. Содан соң тағы бұйырды. Сөйтіп тағы 1000 жыл жағылғанда қап-қара болды. Ол енді қап-қара. Енді одан ұшқын жылт етіп, жалын жарық шашпайды. Сені пайғамбар қылып жібергенге ант етейін.
тозақтан бір иненің көзіндей тесік ашылса, бүкіл жер жүзіндегі жандылар өледі. Сені хақ пайғамбар қылып жібергенге ант етейін. Егер тозақ күзетшілерінің бірі бұл дүниелерге көрінсе, бүтіндей жер жүзіндегілер оның жағымсыз көрінісінен және сасық иісінен өліп қалмақ. Сені хақ пайғамбар қылып жібергенге ант етейін. Егер тозақлардың кісендерінің бір жүзікшесі оның қандай екендігі Алланың кітабы Құранда суреттелген. Бұл дүниедегі таулардың үстіне қойылса, оларды жердің астына шөктіріп жіберер еді. Таулар оның салмағын мүлдем көтере алмақ емес. Сөз сол жерге келгенде пайғамбарымыз Жәбірейіл осыншамасы жеткілікті. Тағы сөйлесең жүрегім жарылып өлемін деп Жәбірейілге қараса, ол жылап жатады. Алла елшісі: «Уа Жәбірейіл, Алланың алдындағы ұлы дәрежеңе қарамай, сен де жылап жатырсың ба?» деп сұрайды. Жәбірейіл оған: «Мен қалай жыламаймын? Мен бәрінен көбірек жылауға тиіспін. Құдай біледі, бәлкім қазіргі орнымнан басқа бір дәрежеде болуым мүмкін еді. Ақыры бір күні мен де іблістің жағдайына түсіп қалмасам екен деп уайымдаймын. Ол да періштелердің тобында емес пе еді? Харут пен Маруттың басына келген сынаққа мен де душар болмаймын деп айта алмаймын. Келешекте басыма нелер келерін білмеймін» деп жауап береді. Сонда Алла елшісі де Жәбірейіл де жылады. Олардың жылауы еш басылмастай еді. Сол сәтте: «Уа Жәбірейіл, уа Мұхаммед, Алла сендерді күнәдан сақтайтын болды» деген үн естілді. Сол үн естілгенде Жәбірейіл ғайып болып кетті. Пайғамбарымыз сыртқа шығып, ансарлардың бір тобы мәре-сәре болып отырғанын көрді. Оларға: «Тозақ арттарыңда тұрса, сендер күліп жатырсыңдар ма? Егер менің білгенімді білсеңдер, аз күліп, көп жылайтын едіңдер. Жеген ішкендерің де сіңбес еді. Тауларға шығып алып, Аллаға жалбарынар едіңдер» деді. Міне сол сәтте: «Уа Мұхаммед, пенделерімнің үмітін үзбе. Мен сені ауырлатушы емес, сүйіншілеуші қылып жібергенмін» деген үн естілді. Сонда пайғамбарымыз сахабаларға: «Тура жолдан таймай, Аллаға жақындаңдар» деп айтты. Имам Ахмадтың риуаяты бойынша пайғамбарымыз Жәбірейілден: «Неге Микаилдің күлгенін еш көрмеймін?» деп сұрағанда, Жәбірейіл: «Микаил тозақ жаратылғаннан бері күлген емес» деп жауап берді. Муслимнің риуаяты бойынша Алла елшісі қиямет күні тозақ әрбірін 70 000 періште тартқан 70 000 арқанмен сүйретіліп келеді деп айтқан. Тозақ азабы. Әбу Дәуд, Насай және Термези риуаят еткені бойынша Алла елшісі былай баяндайды: «Алла пейіш пен тозақты жаратқан сәтте Жәбірейілді пейішке жіберіп, пейіш пен пейіштегілер үшін дайындағандарымды көр» дейді. Жәбірейіл барып пейіш пен пейішке кірушілерге дайындағандарды көріп, Аллаға: «Ұлылығыңа ант етейін, оны естіген кісінің бәрі пейішке кіргісі келеді» деп айтты. Алла пейішке бұйрық бергенде көңілге ұнамайтын нәрселерге оралды. Содан соң Алла тағала Жәбірейілге: «Тағы барып пейішке кірушілерге дайындағандарымды көр» деді. Жәбірейіл барып, көңілге ұнамайтын нәрселерге куә болып, Аллаға: «Ұлылығыңа ант етейін, ол жайға ешкім кірмесе керек деп ойлаймын» деді. Сонда Алла тағала Жәбірейілге: «Тозаққа барып, тозақты және тозақларға дайындағанымды көр» деді. Жәбірейіл барып тозаққа қараса, толқын-толқын болып оралып жалындап күйіп жатады. Қайтып келіп: «Ұлылығыңа ант етейін, оны естісе ешкім ол жерге кірмейді» деді. Алла тозаққа бұйрық бергенде ол құмарлықты қоздыратын нәрселермен оралды. Содан соң Алла тағала Жәбірейілге: «Тағы барып қарашы» деп еді. Жәбірейіл тозақты қайта көріп: «Ұлылығыңа ант етейін, ол жерге кіргісі келмеген кісі жоқ шығар деп қорқамын» деді. Имам Ахмад, Ибн Мажа, Ибн Хиббан және Хакимнің айтуы бойынша
пайғамбарымыз уайл, тозақтағы бір шұңқыр дала, кәпір оның түбіне түскенге шейін 40 жыл өтеді деп айтқан. Осы хадис Термизидің риуаяты бойынша уайл екі таудың арасындағы өте шұңқыр дала, кәпір оның түбіне жеткенге шейін 70 жыл өтеді деп айтылған. Термизи мен Ибн Мажанның риуаяты бойынша пайғамбарымыз сахабаларына қайғы құдығынан Аллаға сыйыныңдар деп айтады. Естіп отырғандардың бірі, уа Расулалла, қайғы құдығы деген не деп сұрады. Алла елшісі, ол тозақтағы бір дала, тозақтың өзі одан қорғауды күніне 70 мәрте Алладан сұрайды. Ол жай ел көрсін деп Құран оқығандарға дайындалған. Алланың ең қатты қаһарына қалатындар, ел көрсін деп Құран оқығандар, залым патшаларды зиярат қылғандар деді. Табаранидің жазғанына қарағанда, тозақтың өзі одан қорғауды күніне 400 мәрте Алладан сұраған бір дала бар. Ол жер Әзірет Мұхаммедтің үмбетінің 200-лері үшін дайындалған деп айтылады. Ибн Абу Дуня риуаят еткен хадисте тозақта 70 000 дала бар. Әр даланың 70 000 тармағы бар. Әр тармақта 70 000 үй бар. Әр үйдің 70 000 бөлмесі бар. Әр бөлмеде 70 000 құдық. Әр құдықта 70 000 қорқынышты жылан бар. Әр жыланның ауыз қуысында 70 000 шаян бар. Ешбір кәпір, ешбір мұнафық бұл жерлерге түспей қоймайды. Термизи риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз тозаққа лақтырылған үлкен тас 70 жылда да түбіне жетпейді деген. Әзірет Омар, тозақты көп еске алыңдар, шынында оның ыстығы қатты, түбі шұңқыр және тоқпақтары темірден деп айтқан. Баззар, Әбу Яғла, Мұхаммед ибн Хиббан және Байхаки риуаят еткені бойынша Алла елшісі, егер тозаққа бір тас лақтырылса, оның түбіне түскенге шейін 70 жыл өтеді деген. Муслимнің риуаяты бойынша Әбу Хурайра айтады. Бір күні пайғамбарымызбен бірге отырғанда, ауыр нәрсе жерге түскенде шыққан үндей дауыс естідік. Алла елшісі бұл ненің дауысы екенін білесіңдер ме деп сұрады. Біз Алла және оның елшісі біледі дедік. Ол бұл тас, Алла оны тозаққа 70 жыл бұрын жіберген еді. Сол енді түбіне барып түсті деп айтты. Табаранидің риуаяты бойынша Әбу Сахид әл-Қудри былай деген. Бір күні пайғамбарымыз қатты жаңғырған үнді естіп шошып кетті. Сол сәтте Жәбірейіл келді. Пайғамбарымыз одан, уа Жәбірейіл, бұл ненің үні еді деп сұрады. Жәбірейіл, оған 70 жыл бұрын тозаққа бір тас лақтырылған еді. Ол енді ғана оның түбіне түсті. Алла соның дауысын саған естіртуді қалаған деп жауап берді. Сол оқиғадан кейін көзі өткенге шейін пайғамбарымыздың ауыз ашып күлгені көрілген емес. Ахмад ибн Ханбал мен Термизидің риуаяты бойынша Алла елшісі, егер сондай домалақ тас көктен лақтырылса, арадағы қашықтық 500 жылдық жол болғанына қарамай шам уақытына жетпей жерге түседі. Бірақ дәл сол тас тозақтың аузына лақтырылса, түбіне түсуі үшін 40 күн, 40 түн уақыт керек болады деп айтады. Ахмад ибн Ханбал, Әбу Яғла және Хакимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз тозақтың темір тоқпақтарының бірі жерге түсірілсе, адамдар мен жындар бірігіп те оны орнынан көтере алмас еді деген. Хакимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз тозақтың темір тоқпақтарының бірі тауға түссе, тау талқандалып күлге айналмақ деп айтқан. Ибн Абу Дунияның риуаятында Алла елшісі, тозақтың тастарының бірі бұл дүниедегі таулардың біріне түссе, тау еріп күл болмақ. Әр тозақтың жанында сондай тозақ тасы мен шайтан бар деген. Хаким риуаят еткені бойынша былай деп баяндалады. Жер 7 қабат. Әр 2 қабаттың арасы 500 жылдық қашықтық.
ең үстіңгі қабаты, басы мен құйрығы аспанға көтерілген балықтың үстінде тұрады. Балық тастың үстінде, тас бір періштенің қолында. Екінші қабат желдің ойығы. Алла тағала ат қауымын жоқ қылғысы келгенде жел жауаптысын ат қауымына қиратушы жел жіберуін бұйырды. Желге жауапты періште: уа жаратқан ием, оларға өгіздің танауларынан шыққан желдей жел жіберейін бе деп сұрады. Алла тағала соншалық желмен бүкіл жер жүзімен барлық жандыларды жоқ қыласың, сен оларға жүзіктің көзіндей жел жібер деді. Жердің үшінші қабатында тозақ тастары, төртінші қабатында тозақ күкірті бар. Сахабалар: уа Расулалла, тозақтың күкірті бар ма деп сұрады. Пайғамбарымыз: әлбетте, жанымды қолында ұстаған Аллаға ант етейін, ол қабаттағы күкірт далаларына зор таулар салынса еріп, су секілді ағар еді деп жауап берді. Бесінші қабатта тозақ жыландары бар. Олардың ауыздары бір даладай үлкен. Жердің алтыншы қабатында тозақ шаяндары бар. Олардың ең кішкентайы ер тоқымды қашырдай. Олар бір мәрте шаққанда кәпірге тозақ отын ұмыттыра қояды. Жердің жетінші қабатында бір қолы алға, бір қолы артқа темір кісенмен кісенделген ібіліс бар. Алла оны бір пендесіне саларда босатады. Ахмад ибн Ханбал, Табарани, Ибн Хиббан және Хакимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз: тозақта түйенің мойнындай жуан жыландар бар. Олардың бірі бір мәрте шақса, ащысы 70 жылға шейін сезіледі. Сондай-ақ ер тоқымды қашырдай үлкен шаяндар бар. Олар кісіні бір мәрте шақса, пенде 40 жыл бойы безгек болады деген. Термези, Ибн Хаббан және Хаким риуаят етеді. Алла елшісі: олар су сұрағанда ақталған май сияқты жүздерін күйдіруші су беріледі деген мағынадағы аят туралы. Бұл су қайнатылған зейтін майындай, аузыңа жақындатсаң жүзің еріп, оның ішіне ағып түседі деген. Термезидің риуаятында пайғамбарымыз тозақлардың бастарына төгілген қайнар су іштеріне ағып кіріп, ішек қарнын ертеді, және іштерінде болған нәрсенің бәрі табандарынан сыртқа ағып шығады. Содан соң қайтадан бұрынғы жағдайына қайтарылады деп айтқан. Даххақ: Хамим Алла жер мен аспанды жаратқаннан бері тозақларға ішірілетін және бастарынан төмен төгілетін уақытқа шейін үздіксіз қайнап тұрады деген. Бір көзқарас бойынша тозақларға ұсынылатын қайнаған су олардың өздерінің тозақ көлдерінде жиналған көз жастарынан пайда болады және өздеріне беріледі. Осынау әстеті естілмейтін нығметтерге бөленген тақуалы жандар мәңгі бақи тозақта қалатын һәм қайнақ сумен суарылғандарда ішек қарындарының парша-паршасы шығатын бейбақтармен тең бе деген мағынадағы аят сол сұйықтыққа ишарат етеді. Бұл туралы басқа сөздерде айтылған. Ахмад ибн Ханбал, Термези және Хакимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз: пайғамбарлар мен мүміндер Алладан жеңіс тіледі. Нәтижеде әрбір тоң мойын озбыр залалға ұшырады. Алайда іс мұнымен бітпейді. Артынша әлгі тоң мойын озбыр жаһаннамға тасталады және онда оған қан мен ірің аралас сусын ішкізіледі деген мағынадағы аят туралы. Іріңді су аузына жақындағанда жиіркенеді, тағы жақындатылса жүзін күйдіреді, басының терісі еріп ағып, ішкенде ішектерін быт-шыт қылып, артқы тесегінен шығып кетеді деп түсіндірме берген. Алла тағала былай деген: мәңгі бақи тозақта қалатын һәм қайнақ сумен суарылғандарында ішек қарындарының парша-паршасы шығатын бейбақтармен тең бе? Оларға ақиқат Раббыларыңнан келген осынау Құран. Ал енді қалаған жан иман келтірсін, қалағаны күпірлік қылсын деп айт. Шүбәсіз біз күпірлік қылу арқылы өзіне де
өзгеге де қиянат жасаған залымдар үшін өткел бермес дуалдай созылып әрі ұзарып оларға жан-жақтан құрсау салатын жалынды от әзірледік. Қатты шөл қысып жан дауыстары шығып, су сұрағанда оларға бетті қарып күйдіріп жіберетін балқыған темір іспетті су беріледі. Ол қандай жаман сусын еді, сондай-ақ жаһаннам қандай жаман тұрақ еді. Ахмад ибн Ханбал мен Хакимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз ғассақтан бір шелек жер бетіне төгілсе, бүкіл дүние жүзін сасытып жібереді деген. Ғассақ олардың сыбағасы. Міне осы. Ендеше ондағы қайнақ су мен қою іріңді әбден татсын деген аятпен тек қайнаған су мен ірің ғана деген аятта аталған ірің. Бұл ірің туралы түрлі көзқарастар бар. Ибн Аббастың айтуы бойынша ол кәпірдің терісінен сарғып аққан сары су. Басқалардың көзқарасы бойынша кәпірлердің сасыған іріңдері. Кағбул Ахбардың айтуы бойынша ол тозақтағы бір көл. Ол жерге жылан, шаян және соған ұқсаған улы жануарлардың улары ағып жиналады. Содан соң кісілер әкелініп, сол сұйықтыққа бір-ақ мәрте салынып алынғанда, терілері сылынып, еттері сүйектерінен ажырап, тізесі мен қызыл асығынан төмен салаңдап, пенде киімін сүйретіп, басқан секілді жерге сүйретіледі. Тирмизидің айтуы бойынша, бір күні пайғамбарымыз: «Уа иман келтіргендер, Аллаға қарсы келуден барынша сақтаныңдар һәм өмір бойы бір Аллаға қалтқысыз мойын сұнып, ажалдарың келгенде де кәміл мұсылман болып қана жан тапсырыңдар, басқаша өлмеңдер» деген мағынадағы аяттарды оқығаннан кейін, егер зақумның бір бөлікшесі бұл дүниеге түссе, дүние жүзіндегі кісілердің барлық азықтарын бұзар еді. Енді жегені сол ғана болғандардың жағдайы қандай болатынын өздерің ойлап көріңдер деген. Басқа бір риуаятта хадистің ақырғы бөлігі бұдан басқа жеуге еш нәрсесі жоқтардың жағдайы қандай болатынын өздерің ойлап көріңдер деп айтылады. Кеңірдектен өтпеген тамақ деген мағынадағы аятты Ибн Аббас кеңірдекке тығылып, не ары, не бері кетпей қалған тамақ деп түсіндіреді. Бұхари мен Муслимнің риуаятында пайғамбарымыз кәпірдің екі иығының арасы тез жүрген аттының 3 күндік жолындай кең деген. Ахмад ибн Ханбалдың риуаяты бойынша пайғамбарымыз кәпірдің азу тісі Ухуд тауындай, саны байда төбесіндей, тозақта еленген жері Қадид пен Меккенің арасындай, терісі Емен патшасы Жаббардың қыз өлшемімен 40 кез бойы қалыңдығында деген. Тирмизидің Фудайл ибн Язидтен риуаят еткені бойынша пайғамбарымыз қиямет күні кәпірдің тілі бір не екі фарсақ жерге сүйретіліп, адамдардың табанының астында қалады деп айтқан. Бұл хадисті Байхақи және басқалар да риуаят еткен. Дұрысы осы риуаят болып саналады. Алла елшісі айтады: тозақлардың денесі тозақта өте үлкейеді. Құлақтарының жұмсағы мен иықтарының бастарының арасы 700 жылдық қашықтық. Терілерінің қалыңдығы 70 кес және азу тістері Ухуд тауындай биік болады. Ахмад ибн Ханбал мен Хакимнің риуаятында Мужахид былай деген: бір күні Ибн Аббас тозақ қаншалық кең екенін білесің бе деп сұрады. Жоқ, білмеймін десем, әлбетте білмейсің. Тозақының құлағының жұмсағы мен иығының арасы 70 жылдық қашықтық. Ол жерде ірің дариялар ағады деді. Мен ірің дариялары дейсің бе деп сұрадым. Ибн Аббас жоқ, ірің далалары деп жауап берді. Күнәдан сақтану. Пендені күнәдан сақтаған ең негізгі нәрсе Алладан қорқу. Алланың жазасынан, азабынан сақтану. Алла тағала былай деген: «Уа мүміндер,
Алла елшісінің өздеріңді шақырғаннан һәм сендер үшін дұға еткенін, бір-біріңді шақырғанмен һәм бір-бірің үшін дұға еткенмен тең көрмеңдер. Оны бір-біріңді шақырғандай шақырмаңдар, оған бір-біріңе үн қатқандай үн қатпаңдар. Араларыңнан бірін-бірі қалқалап, ұрланып шығып кететіндерді Алла әлбетте біледі. Олай болса, Алла елшісінің бұйрығына қайшы келгендер бастарына бір бәленің немесе жан төзгісіз ауыр азаптың келуінен қорықсын. Пайғамбарымыз өлім алдында жатқан бір жас жігітті көргелі кірген еді. Одан өзіңді қалай сезініп жатырсың деп сұрады. Жігіт, уа Расулалла, Алладан үмітім бар, бірақ жасаған күнәларымнан қорқып жатырмын деді. Пайғамбарымыз, егер кісінің көңілінде сол екі сезім болса, онда Алла тағала оны тілегіне жеткізеді және қорыққан нәрсесінен сақтайды деп айтты. Уахаб ибн Уард айтады, Иса пейішті сүю және тозақтан қорқу бәлелерге шыдауға мүмкіншілік береді. Пендені бұл дүниенің орынсыз құмарынан және жамандықтарынан аулақтатады деп айтты. Хасан Басридің риуаят еткені бойынша, сендерден бұрын өткендердің арасында күнәні өте үлкен көргендіктен шағыл тастай көп алтыннан садақа қылса да құтыла алмай қалудан қорыққандар бар болды деп айтылады. Пайғамбарымыз бір күні сахабаларға, мен білгенді білсеңдер, аз күліп көп жылап, Алланың азабының ауырлығынан, жазасының қаттылығынан қорқып, тауларға шығып оған жалбарынар едіңдер. Еш бірлерің құтыла алмастарыңды білмейсіңдер деген. Бакир ибн Абдулла әл-Музини қуана-қуана күнә жасаған кісі жылап еңіреп тозаққа кіреді деп айтқан. Пайғамбарымыз пенде Алланың азабы туралы толық білсе, тозақтан қорқу сезімі еш көңілінен шықпас еді деген. Бұхари мен Муслимнің риуаяты бойынша, алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт деген мағынадағы аят түскенде, пайғамбарымыз орнынан тұрып, Құрайш руына, уа Құрайштықтар, өздеріңді Алладан сатып алыңдар. Мен сендерді Алланың ешбір үкімінен құтқара алмаймын. Уа Абдуманафылдары, сендерді Алланың ешбір үкімінен арашалап қала алмаймын. Уа Расул Алланың көкесі Аббас, сені Алланың ешбір үкімінен құтқара алмаймын. Уа Расул Алланың нағашы әпкесі Сафия, сені Алланың ешбір үкімінен сақтап қала алмаймын. Уа Мұхаммедтің қызы Фатима, менен қалаған мал мүлік сұра, бірақ сені Алланың ешбір үкімінен арашалай алмаймын деді. Алла жолында зекет садақа бергенде және басқа да игі істер істегенде өздерінің Раббыларына қайтар жолда екенін шын сезініп, Раббымызға лайықты құл бола алдық па, оны разы ете алдық па деп қатты қобалжып, жүректері дүрсіл қағатындар. Міне, осынау өзгі жандар жақсылықта, қайырлы істерде дамыл таппай шарқ ұрып жүреді. Жақсылық жасауда бір-бірімен жарысады деген мағынадағы аят түскенде, Әзірет Айша пайғамбарымыздан аятта зина жасаған, ұрлаған, шарап ішкен және сонымен бірге Алладан қорқатын кісілер туралы айтылып жатыр ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз, жоқ, аятта намаз оқыған, ораза ұстаған, садақа берген және соған қарамай жасаған жақсы істері қабыл болды ма, болмады ма деп Алладан қорқатын кісілер туралы айтылып жатыр деп жауап берген. Бір кісі Хасан Басриге, уа Әбу Сахид, кейбір пенделер Алланың рақымы туралы естігендей баяндағанда көңіліміз толқып, ұшып кеткендей боламыз. Ондай уақыттарда өзімізді қалай ұстауымыз керек деп сұрайды. Хасан Басри оған, Аллаға ант етейін, сендердің Алладан қорқу туралы баяндап, жүректеріңе сенім берген кісілермен әңгімелескендерің, әрдайым Алланың рақымы туралы айтып, жүректеріңді толқытқандармен әңгімелескендеріңнен жақсырақ деп жауап береді. Әзірет Омар арқасынан пышақ қадалып
өлім алдында жатқанда ұлына: уа жетім қалғырым, жағымды жерге тигіз, егер ол маған рақым қылмаса, құрығаным сол, дейді. Ибн Аббас оған: уа мүміндердің басшысы, неге бұнша қорқасың? Алла саған қаншама жеңістерді нәсіп етті, қаншама аймақтарды бағындыруға себеп болдың, қаншама игіліктерге жеттің, деді. Омар: ешкімге зұлымдық жасамай, ешкімнің жамандығын көрмей құтылғым келеді, деп айтты. Әзірет Әлидің немересі Зайналабиден дәрет алған сайын денесі қалтырайтын. Оның себебін сұрағандарға: кімнің алдында жалбаруға дайындалып жатқандарыңды білесіңдер ме, деп айтты. Ахмад ибн Ханбал: Алладан қорыққанымнан тамақ асқа тәбетім тартпай қалады, деп айтқан. Бұхари мен Муслимнің риуаяттары бойынша пайғамбарымыз ешбір көлеңке болмаған қиямет күні Алланың аршының көлеңкесінде саялайтын 7 түрлі кісінің бірі ретінде жалғыз қалғанда Алланы еске алып көздері жасқа толған кісі деген. Ибн Аббастың риуаяты бойынша пайғамбарымыз 2 түрлі кісінің көзі тозақты көрмейді. Біріншісі түн ішінде Алладан қорқып жылаған кісінің көзі, екіншісі Алла жолында күзетте тұрып таң атырған кісінің көзі деген. Әбу Хурайра риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз: қиямет күні сол үшеуінен басқа барлық көздер жылайды. Олар Алла арам қылған нәрсеге қарамаған көз, Алла жолында күзетте тұрып таң атырған көз, Алладан қорқып шыбынның басындай жас ағызған көз, деп айтқан. Тағы бір хадисте былай деп айтылады: сауылған сүт желінге қайтып кірмегендей, Алладан қорқып жылаған көз де тозаққа кірмейді. Алла жолында күрескен кісінің денесіне тиген шаң мен тозақ отының түтіні бірікпейді. Амр ибн Ас: Алладан қорқып бір тамшы жас ағызу мен үшін 1 динар садақа бергеннен де сүйікті, деген. Ауын ибн Абдулла: білуімше, Алла үшін жылаған пенденің көз жасы денесінің қайсы жеріне тиген болса, Алла тағала ол жерді тозақ отына тигізбейді, деп айтқан. Пайғамбарымыз Алладан қорқып жылағанда көкірегінен қайнаған қазанның үніндей бұрқылдаған дауыс шығып тұрды. Кейіндей Алладан қорқып жылағанда аққан жастың бір тамшысы теңіздей үлкен тозақ отын өшіреді, деген. Ибн Симак өзін-өзі: тақуадай сөйлейсің, бірақ мұнафықтай жүресің. Содан соң пейішке кіргің келеді. Қайдағы пейіш? Пейіш басқалар үшін, олардың істері біз қалаған істерде емес, деп жегідей жейтін. Суфиян Саури айтады: Жахфар Садықтың жанына барып: уа Расул Алланың немере інісі, маған өсиет айтыңыз, десем, ол: Суфиян, өтірікшіде адамгершілік, қызғанышта тыныштық, жалқауда достық болмайды. Жаман мінезді кісіде кең пейілдік болмайды, деді. Оған: уа Алла елшісінің немере інісі, жалғастыра беріңіз, дедім. Ол: Суфиян, Алла арам қылған нәрселерден аулақ болсаң, ғибадат жасаған боласың. Алла берген үлесіңе разы болсаң, шынайы мұсылман боласың. Адамдар саған не деуін қаласаң, сен де адамдарға соны айтсаң, мүмін боласың. Күнәһармен дос болма, саған жаман әдеттерін үйретпесін. Яғни, пенде досының дінінде болады. Сондықтан кісі кіммен достасуына қарасын, деген хадиске сай жүруің керек. Бір іс бастардың алдында Алладан қорыққандармен кеңес, деді. Мен оған: уа Расул Алланың немере інісі, сөзіңді жалғастыр, дедім. Ол сөзін былай жалғастырды: Суфиян, кім текке сүйенбеген асылдықты және мансапқа сүйенбеген күшке ие болуын қаласа, күнәға батпай Аллаға ғибадат жасасын. Оған тағы жалғастыра бер десем, әкем маған: балам, жаман жолдасы болған кісінің басы бәледен арылмайды. Жаман жерлерге кіріп шыққан кісі сынға ұшырайды. Тілін тыя алмаған пенде өкініп қалады, деген 3 нәрсені баса белгілеп айтып берді, деді.
ибн Мүбәрак айтады, Ухайб ибн Уарттан Алланың бұйрығына қарама-қарсы іс жасағандар ғибадаттың дәмін тата ала ма деп сұрадым. Ол жоқ. Алланың бұйрығына қарама-қарсы іс жасауды ойлаған кісілер ғибадаттың дәмін сезе алмайды деп жауап берді. Имам Әбу Фараж ибн Жаузи айтады, Алладан қорқу тізгінсіз нәпсіні күйдіретін от. Демек, оның ұлылығы нәпсінің қалауларын жандырып, жоқ қылғанына және күнәдан алыстатып, ғибадатқа жетелегеніне сай өлшенеді. Алладан қорқу қалай ұлы қасиет болмасын. Аят пен хадистерден алған мағлұматымызға қарағанда, арлылық, тақуалық, Алла жолында күресу және соған ұқсаған Аллаға жақындататын істер Алладан қорқумен ғана пайда болады. Алла тағала былай деген: Раббыларынан шын именетіндер үшін тура жолға бастайтын иләхи үкімдер мен нұсқаулар және рақым бар еді. Алла оларға разы, олар да Аллаға дән риза. Міне осынау разылық мәртебесі Раббысына тиісінше тағзым етіп, одан шын именетін ізгі жандарға нәсіп болады. Раббысының құзыры дегенде, аза бойы қаза болатын мүмінге екі бірдей жәннат бар. Алладан қорыққандар айтылған насихаттан сабақ алады. Шынтуайтында Алладан құлдарының арасынан тек ғұламалар ғана шын именеді. Ілімнің ұлылығын білдірген аят пен хадистер сонымен қатар Алладан қорқудың да ұлылығын білдіріп жатыр. Өйткені Алладан қорқу ілімнің жемісі. Пайғамбарымыз пенденің денесі Алладан қорқып тітірегенде қураған ағаш жапырағын төккендей күнәларынан арылады деген. Алла елшісі айтады, Алла тағала ұлылығымның құрметіне пендеме екі қауіпсіздікті, екі қорқынышпен бірге бермеймін. Демек, бұл дүниеде менен қорықпағандар ақыретте қорқынышқа душар болады. Бұл дүниеде менен қорыққандар ақыретін қауіпсіз қыламын дейді. Әбу Сүлеймен Дарани Алладан қорқу сезімі болмаған жүрек құриды деп айтады. Өйткені Алла тағала әлде олар Алланың өздерін тосыннан жазаламайтынына сенімді болды ма? Шындығында ақыр түбі орасан зиян шегіп, сорлап қалатын қауым ғана Алла өздерін аяқ астынан жазаламайды деп сенеді деген. Тәубенің ұлылығы туралы бірнеше аят түскен. Алла тағала, уа мүміндер, күнәларың үшін өкініш білдіріп, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер. Сонда ғана азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Олар Алламен қатар басқаны да құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі өлтірілуін харам қылған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кім осы айтылғандардың бірін істесе, ауыр жазаға ұшырайды. Қиямет күні оның азабы еселене түседі, және ол сол азаптың құрсауында мәңгі бақи қор болып қала береді. Ал кім өкініш білдіріп, тәубеге келсе, әрі иман келтіріп, өзін һәм қауымды түзетуге бағытталған игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәләрін сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді. Әсіресе тәубе етіп, өзіне бір жола бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Кім істеген күнәләріне өкініп, тәубе етсе, әрі өзін һәм қауымды түзетуге бағытталған игі істер істесе, шүбәсіз, бұл оның Аллаға шынайы түрде һәм тәубесі қабыл болған күйде бет алғаны деген. Бұған қатысты хадистер өте көп. Муслимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз Алла тағала күндіз күнә жасаған кісілер тәубе жасасын деп, түнде кешірімін ұсынады. Сондай-ақ түнде күнә жасаған кісілер тәубе жасасын деп, күндіз кешірімін ұсынады. Алла тағаланың бұл кешірімі күн батыстан шыққанға, яғни қияметке шейін жалғасады деп айтқан. Тирмизидің риуаяты бойынша пайғамбарымыз батыс жақта 40 не 70 жылдық қашықтық кеңдігінде бір есік бар.
Алла тағала аспан мен жерді жаратқанда оны тәубеге ашқан. Күн ол жақтан шыққанға шейін ол есік жабылмайды деген. Алла тағала былай деген: Раббыңның қиямет қайымға қатысты кейбір белгілері келген күні бұрын соңды иман келтірмеген немесе тек сөз жүзінде иман келтіріп ешбір қайырлы іс істемеген адамға иманы ешқандай да пайда бермейді. Ендеше ондайларға күте беріңдер, біз де күтудеміз деп айт. Табаранидың айтуы бойынша пайғамбарымыз пейіштің 8 есігі бар, 7-еуі жабық, 1-еуі күн батыстан шыққанға шейін ашық деп айтқан. Ибн Мажанның риуаятында пайғамбарымыз: күнәларың көкке жететіндей көп болса да тәубе жасасаңдар, Алла тағала тәубелеріңді қабыл алады деп айтады. Хакимнің риуаятында пайғамбарымыз: Алланың ұзақ өмір мен тәубе нәсіп қылуы пенде үшін бақыт деген. Ибн Мажа мен Хакимнің риуаятында пайғамбарымыз: бәрі күнә жасайды, бірақ күнә жасағандардың ең жақсысы тәубе келтіргендер дейді. Бұхари мен Муслимнің риуаяты бойынша пайғамбарымыз: бір кісі күнә жасап, уа жаратқан ием, мен бір күнә жасадым, мені кешіре көр десе, Алла тағала пендем жасаған күнәсін кешірген және жазаландырған бір иесі бар екенін білді деп ол пендесін күнәсінен кешіреді. Бірнеше уақыттан кейін әлгі пенде басқа бір күнә жасап, уа жаратқан Алла, мен тағы күнә жасадым, мені кешіре көр десе, Алла тағала пендем жасаған күнәсін кешірген және жазаландырған бір иесі бар екенін білді деп оны кешіреді. Тағы бірнеше уақыттан кейін әлгі пенде басқа бір күнә жасап, уа жаратқан Алла, мен тағы күнә жасадым, мені кешіре көр десе, Алла тағала пендем жасаған күнәсін кешірген және жазаландырған бір иесі бар екенін білді. Не қылса да бұл пендемді кешірдім деп оны да кешіреді.